Мен айлықтан айлыққа дейін өмір сүремін. Мен қалай ақшамды жинасам болады? Айналаңыздағы адамдардан никак асып кете алмайсыз. Әлемдік деңгейде өзіңізге және де өзгелерге пайдалы болатын бір құнды дүние. Не істейсің, қоя сал, сен қолыңнан келмейді, сен де бір қиялсың, не істейсің бұл нәрсені армандап деген сияқты сізді тоқтатып тастайды, иә? Айлықтан айлыққа өмір сүрмеудің 5 қадамы. Негізі барлық адамды бір ғана сұрақ мазалайды, 90% адамды, иә. Мен айлықтан айлыққа дейін өмір сүремін. Мен қалай ақшамды жинасам болады? Мен қалай өз армандарыма қол жеткізсем болады деген сияқты, иә. Енді қазір материальный әлем болғандықтан барлық нәрсе ақшаға келіп тіреліп тұр. Ең бірінші тақырыпқа кіріспестен бұрын мен өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Майя Жібек, мен международный психолог, мотиватор боламын. Ендеше дайын болсаңыздар, бірінші қадамын айта кетейін, иә? Ең бірінші қадамы ол біздің айналамызда қоршап жүрген адамдар, яғни окружение. Сіз қазір қандай адамдармен араласасыз? Сіз қазір қандай жерде жұмыс жасайсыз? Сіздің қазіргі таңда күнделікті, энергия алмасып жүрген адамдарыңыздың жалақысы қандай? Олардың ой-өрісі қандай? Осының барлығы тікелей сіздің табысыңызға да влиять етеді, иә? То есть сіз айналаңыздағы адамдардан никак асып кете алмайсыз. Сіз осы бірінші қадам окружениядан шығып, айналаңыздағы адамдардың сізге айтқан сөздеріне мән бермей, мысалы, окружение деген енді түр-түріне бөлініп кете береді. Мысалы, бір окружение бар. Сіз мықты армандайсыз, сіздің энергияңыз кәдімгідей жоғары, сіз армандарыңызға қол жеткізуге бір безумный идеялар болады, бір адамның құлағына кірмейтін идеялар, сондай нәрселерді іске асыруға дайынсыз, бірақ үнемі окружение, айналаңыздағы туған-туысыңыздан бастап достарыңызға дейін, не істейсің, қоя сал, сен қолыңнан келмейді, сен де бір қиялсың, не істейсің бұл нәрсені армандап деген сияқты сізді тоқтатып тастайды, иә? Осы окружениядан асып түсіп қана сіз екінші қадамға өте аласыз. Ол поведение, яғни сіздің күнделікті іс әрекетіңіз. Сіз окружениядан асып бір шаг алдыға жылжығанда ғана сіздің іс әрекетіңіз өзгереді. Ол дегеніміз қандай екінші қадам? Яғни сіз олардың сөзіне мән берген жоқсыз, қолыңнан келмейді, сен алданып қаласың, сен де қиялсың, сенің қалтаңда бұл айтып тұрған идеяңа, бизнесіңа ақша жоқ қой, шетел сенің не теңің деген сияқты сондай сөздердің барлығын сіз елемейсіз. Сіз бірақ әрекетке кірісіп кетесіз, сіздің ойыңыз, әрекетіңіз өзгеріп бастайды, иә? Осы сізде екінші қадам. Ал когда сіз осы екінші қадамнан іс-әрекетіңіз өзгерген кезінде, сізде үшінші қадам пайда болады. Ол үшінші қадам убеждениялар. Яғни ол убеждение деген нәрселеріміз, когда сізде убеждение қадамына өткен кезінде сізде құндылықтар пайда болады, Бірінші қадам ол қоршаған адамдар, екінші қадам ол айналаңыздағы адамдардың сөзінен өткеннен кейін сізде ол іс-әрекеттен өткеннен кейін сізде үшінші қадам құндылықтар пайда болады. Яғни сіздің ойлаған армандарыңыз, сіздің миыңыздағы давно іске асырғыңыз келіп жүрген идеялардың барлығы сізге құнды болып көріне бастайды. Яғни сіз өзіңіздің өміріңізге не қымбат, именно сол нәрселерге ғана сіз фокус қойып бастайсыз. То есть басқа адамдардың ойына қарап емес, олардың іс-әрекеттеріне немесе сіздің тұрып жатқан үйіңіз, оның барлығы маңызды емес. Сіздің қазіргі таңдағы айлығыңыз, именно сіз қандай өмірді қалайсыз? Сіздің өмірдегі нағыз құндылықтарыңыз не? Сол нәрсеге сіз қадам жасағанда ғана, құндылықтарды нағыз түсінгенде ғана сіз төртінші қадамға өтесіз. Ал төртінші қадам ол жеке тұлға болып қалыптасу. Яғни сіз қараңыз, бірінші сатыдан өттіңіз, ол окружение, екінші сатыдан өттіңіз, ол поведение, үшінші сатыдан өттіңіз, ол құндылықтар. Осы үш қадамнан өткен кезде сізде жеке тұлғалық қасиеттер қалыптасады. Яғни сіздің өзіңіздің жеке ойыңыз бар, жеке пространствоңыз бар, жеке құндылықтарыңыз бар,
сіз уже өзіңіздің өмірден нақты не қалайтыныңызды білесіз. Сізді ешкім де тоқтата алмайды, иә? Сізді ешқандай кедергілер де, ешқандай проблемалар да, сынақтар да сындырып, иә, мотивацияңызды өшіріп, артқа сіздің шегінуіңізге ешкімде, қалайынан айтсам екен, ешкімде сізге кедергісін тигізе алмайды. Вот осы жеке тұлға болып қалыптасқанда ғана сіз 5-ші қадамға өтесіз. 5-ші қадам ол миссия. Вот ең маңыздысы осы миссияға жету, иә. Мен мына жерде мінекей сіздерге пирамида көрсетіп қойдым. Осы пирамидаға қараңызшы. Каждый қадам бойынша көрсетіп қойғанмын, иә. Вот ең соңында осы пирамиданың ұшына, иә, келген кезіңізде, вот ең төбесіне ол миссия. Миссия дегеніміз не? Сіз егер айлықтан айлыққа дейін өмір сүргіңіз келмесе, вот осы миссияңызды табу керексіз. Және де мен атап өткен 4 қадамнан міндетті түрде сіз өтуіңіз қажет. Ол қадамдардан өтпесең, сіз ешқашан өз миссияңызды таппайсыз. Миссия деген нәрсе, сіз өмірде не қалайсыз? Миссия деген нәрсе үй алу емес, машина алу емес, саяхатқа шығу емес. Миссия дегеніміз әлемдік деңгейде өзіңізге және де өзгелерге пайдалы болатын бір құнды дүние. Мүмкін сіз білмеймін, әлемдік кітап жазып шығаратын шығарсыз, иә? Адамдардың барлығының ойын өзгертетін. Мүмкін сіз әлемдік дертке бір дәрі ойлап шығатын шығарсыз, иә? Мүмкін сіз коронавирусқа, иә, сразу бір дәріні ішсіз, сразу жазылып кететін, иә? Укол емес, просто дәрі ойлап табатын шығарсыз, иә? Яғни сіздің ойлап табатын нәрсеңіз тек қана өзіңізге емес, бүкіл әлемге пайдалы болуы керек, иә? Когда сіз үлкен армандап бастайсыз, иә? Вот сол кезде ғана сізге үлкен ақшалар келіп бастайды, иә? Мен бір кітаптан мынандай сөзді оқыған едім. Сен миллионер болуды қаласаң, миллион адамның проблемасын шеш дейді. Яғни сіз қаншалықты көп адамның проблемасын шешесіз, сіз қаншалықты көп адамды қуантасыз. Естественно, если сіз бір адамның проблемасын шешсеңіз, ол адам қуанады ғой, дұрыс па? Вот, сол адамның қаншама адамды қуантасыз, қаншама адамды бақытқа кенелтесіз, иә? Сіздің жасап жатқан дүниеңіз, иә, білмеймін, бір білім бересіз ба, иә, бүкіл әлемге. Осындай ешкімде жоқ бір ерекшеленетін дүние, миссия ойлап табу керексіз. Және де ол миссияны ойлаған кезінде қазір ойламаңыз. Мен қалай ойлаймын, мен қазір жай ғана мұғаліммін, жай ғана охранникпін, мен жай ғана үйде отырған анамын ғой демеңіз. Сіз үлкен армандаудың өзінен өзіңіздің өміріңізге көптеген ақшалардың келуіне, иә, сіз жол ашасыз, өзіңіздің потогыңызды ашасыз, иә. Сондықтан да сіздерге тапсырма. Осы қазір видеоны кім көріп отыр? Менің YouTube каналымдағы сол жанға тапсырма. Срочно осы 24 сағаттың ішінде өзіңіздің өмірлік миссияңызды анықтаңыз. Немесе дәл қазір ойланып қараңызшы. Сіз қандай нәрсе осы өмірдің дамуына, иә, біздің адамдардың, иә, бүкіл әлемдегі адамдардың жақсаруына, тек қана қазақтардың емес, бүкіл адамдардың өмірінің жақсаруына, бақытты болуына қандай септігіңізді тигізе аласыз? Төмендегі комментарийға жазып қалдырсаңыз болады, иә? Адамдар оқысын, сізден мотивация алсын. Мүмкін сіздің жазған комментарийіңіз бір адамға бір идея сыйлар, немесе бір адамға бір қуаныш сыйлар, иә? Сондықтан да комментарийға өзіңіздің өмірлік миссияңызды жазуды ұмытпаңыз. Когда осы миссия сізде анықталады, сол кезде сізде ақша потогі ашылып, иә? Өзіңіздің ойлаған табысыңызға қол жеткізіп бастайсыз. Себебі миссия деген адамның тек қана миын ғана, ойын ғана өзгертіп, үлкейтіп қана қоймай, ақшаның да санын көбейтеді. Бар жоғы осы 5 қадам өте оп-оңай, мүлде қиын емес, бірақ оп-оңай болғанымен қараңыздаршы, қандай пайдалы құнды ақпарат. Лично менің өмірімді өзгертті. Мен қазір әлемдегі, өмірдегі өз миссиямды таптым. Менің миссиям барша қыз-келіншектердің бақытты өмір сүруіне атсалысу, психолог, мотиватор ретінде. Және де менің осы видеом ұнаса, лайк басып, өздеріңіздің Instagram желісінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар, себебі
апта сайын өте құнды пайдалы ақпараттар шығып отыратын болады. Келесі сабақта жүздескенше.